Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Қылмыс әлемінде жабайы Арман, Дикий Арман деген лақап атпен белгілі Арман Жұмағалиев ұлттық қауіпсіздік комитетінің уақытша оқшаулағышында қаңтар тәртіпсіздіктерін ұйымдастырды деген айыппен қамауда отыр. Бүгін оның әлеуметтік желідегі парақшасында президент Тоқаевқа жүгінген видеосы пайда болды деп хабарлайды Улусмедиа.kz. Сайлау алдында президентке жүгіну үрдісі трендке айналып кетті. Әкімдіктер мен ведомстволар шешуі тиіс проблемаларды Тоқаевқа реттеп беруді сұрайтындар көп қазір. Бүгін түрме камерасынан тараған тағы бір видео қызу талқыланып жатыр. Видео үндеу ең бірінші кезекте назарды лоялдыққа және тергеудегі адамның видео таратуға жағдайы барын аудартады. Естеріңізге сала кетейік, Арман Жұмағалиевке қаруды заңсыз сақтады және жаппай тәртіпсіздікке қатысты деген айып тағылған еді. Бас прокуратура жабайы Арманның қаруланған жақтастары бейбіт жүрген 24 адамды күштеп ұстағаны туралы ақпарат таратқан еді. Сонымен қатар ол бақылауында әрекет еткен ұйымдасқан қылмыстық топты құрды дегенде күдікке ілінген. Тергеу нұсқасына сәйкес, кейбір қызметкерлері мен жабайы Арман қаңтар оқиғаларына 2021 жылдың жазында дайындала бастаған. Видеоға қарағанда өзін тергеу барысы Арман Жұмағалиевтің көңілінен шықпайтын секілді. Жабайы Арман өзіне қатысты қылмыстық істі объективті түрде қарауды, айыптау тұрғысына баса мән бермей тергеуді сұрайды. Ол сонымен бірге Тоқаевқа қаңтар оқиғаларына қатысқан басқа адамдар секілді рақымшылыққа лайық екенін де айта кеткен. Яғни өз кінәсін жоққа шығармайды, бірақ кешірім алудан үміті бар сияқты. Жұмағалиев туралы әртүрлі ақпарат тараған. Дереккөздер ақпаратына сәйкес, ол бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен қызы Дариға мен немере інісі Самат Әбішпен жақын болған. Бұл жолы жабайы Арман мәселесіне президент назар аударар деген үміті бар секілді. Оқшаулағыштарда телефонды және жазатын басқа да ақпараттарды пайдалануға рұқсат берілмейді. Сол себепті Алматыдағы күдікті отырған мекеменің басшылығы президентке тараған үндеуге байланысты ескерту алатыны сынды. Изолятордағы осындай жағдайдың өзі Жұмағалиевтің өзін де басқаларды қорқытпағаны таң қалдырды. Еске сала кетсек, Арман Жұмағалиев қаңтар оқиғасынан кейін көп өтпей ұсталған еді. Араға 2 ай салып бас прокуратура Дикий Арманның тобындағы 14 адам ұсталғаны жөнінде жария еткен. Қыркүйекте тіркелмеген Демократиялық партияның көшбасшысы Жанболат Мамай 1 қыркүйек күні өзіне шабуыл жасалуы мүмкін екенін ескертуі бар хат алғанын мәлімдеді. Айта кетейік, жыл басында Қазақстанда бейбіт митингтің соңы қанды оқиғаға айналған еді. Оқиға Жаңаөзендегі газ бағасының қымбаттауына қарсы наразылық шеруімен басталған. Тәртіпсіздікті басу үшін президент Қасым-Жомарт Тоқаев қарулы күштерін шақырған. Қазақстан билігі бұл оқиғаға лаңкестерді айыптады. Кейіннен бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың көптеген жақын адамдары әртүрлі айыптармен қызметтерінен босатылып, кейбірі қамауға алынды. 16 тамызда бас прокуратура қаңтар оқиғасы кезінде қаза тапқан 238 адамның аты жөнін жариялады. Олардың 6-ы ұсталған соң азаптау құрбаны болған. 2 қарашада президент қаңтар оқиғасына қатысушыларға рақымшылық жасау туралы заңға қол қойды.